Барша қазақстандықтар көрсін және сақ болсын. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Сәлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк ұмытпаңыз. Астана мен Алматыда алдағы күндері ауа райы қандай болады? Синоптиктер демалыс және дүйсенбі күндері Астана мен Алматыда ауа райы қандай болатынын айтты. Астанаға арналған ауа райы 12 қазанда Астанада көшпелі бұлт шығады, өткінші қар жауады, боран соғады, көктайғақ болады. 13-14 қазанда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде 6-8, күндіз 1-3 градус аяз. Алматыға арналған ауа райы 12 қазанда Алматыда көшпелі бұлт шығады, жаңбыр жауады, түнде кей уақытта нөсер болады. Ауа температурасы түнде 9-11, күндіз 16-18 градус жылы. 13 қазанда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз, солтүстік шығыстан секундына 3-8 метр жел соғады. Ауа температурасы түнде 7-9, күндіз 14-16 градус жылы. 14 қазанда көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде 9-11, күндіз 15-17 градус жылы болады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық, қымбатты көрермен.